Қазақтың салты ғой, енді бұлар да әйтеуір тапқан таянған. Иә, өзімді қатты сөйлеп отырмын ғой, иә. Берсін енді. Балдар кімге Мәдинадан бастап бере берем, қайсысын бересің? Гүлжен Алда орамал тұлмауыма жолғылады дейді, құтты бола берсін бәрімізге. Екі жас бақытты болсын. Бүгінгі айтылған үлкен кішін тілегі періштелік құлағына шансын. Осындай той барымыз үйімізде бола берсін. Өзімізді кішкентай ғана сыйымыз ұсына берейік. Мәдина апаға. Үлкеніміз Мәдина апаға. Бақыттары баянды болсын деп. Үміс білезіммен екісі үлкенісінде. Бұл Астанадан келіп жатқан ерке қызымызға. Күміс комплектімен кардиган. Күміс комплектімен кардиган. Бір шап, соңында қалдырайды. Сырға салған, күнәр сіңлімен. Алтын жүзік. Құдағайыма алтын комплекті кардиганым. Ол кімге? Күйеу балаға? Сырт кейін, иә. Солшылы, иә. Нұр болды. Және ана ер кісілерге анайындап жатыр. Иә. Бірінші ана Гүлзинаның папасына тұр ғой. Бере берсеңдер. Ұзарға бере береміз ба? Әбілді ағайға, Бекбай ағаға, Жамалханға, Гүлзада күйеуіне, жаңағы, құдаға. Анығы ертісілерге. Күйеу жолдасқа. Сосын кейін кісіні атын білмедім енді. Ана кейін кісі. Жоқ, кейін Шымкент неде çok көп еді. Келесі сөзін құрдастарыма берейін. Бүгінгі той барлықтарыңызға құтты болсын, екі жас бақытты болсын, екі жаққа да жасық емеспін. Барлықтарыңа құтты болсын. Мынау Гүлжайнаның подружкасын өзімнің атынан Маралға кішкентай сыйлаймын. Рахмет. Және де жалпы құрдастардың атынан күміс комплекті құдағайға. Отан мама папалардың атынан. Тағылып қалды бәрі. Сәнтай, Мұхаммедер бері қарай келіңдер. Апаналар бері бас. Ана кісілер сөйлесін ба? Сінау шақырасыз.
Құрметті мынау. Құрметті мынау құда-құдағай болып едім. Таза жаңа құда-құдағай болып белгі салып бір-бірлеріне алтындатып жатырсыздар. Құтты болсын. Алдарыңызға берген киттеріңіз тоза берсін, өмірлеріңіз оза берсін. Мына 2 жас өсіп, өніп, түрлі бесік тойдың киті, тағы да басқа киттерді кие беріңіздер. Үлкейгендерің құтты болсын, артымыздан еркел атқанда жастар, сіңілеріміз ғой, енді ауылдікі болғасын. Төрде отырған Мадина апа, үлкен құдағай болып келіп отырсыз ғой. Құтты болсын, еш уақытта қартаймаңыз, ауырмаңыз. Қай уақытта болса осындай жақсылықта жүре беріңіздер. Енді азғандай орамал тон болмайды, жол болады деген. Біз ұсына берейік, одан кейін Шолпан апам әдемілеп тұрып бәрін шақырып береді. Қосылысы өтсейді ма? Мынау пакетімен қоясың. Енді бері береміз ба? Қатты Байдин ападан бастайыз. Айша апаны алып. Мадина апа келін болып түскенде ше, мен 6 айлық екем, суретім бар үйде. Шешем алып түскен. Игілігіңізге. Тағылыз. Күміс білезік апаларға. Айша апа. Айша апаны Мен жаңағы өзбекпін ғой, пакетімді бермеймін. Шантай Мұхаммедер бергендер. Әбілді, Бекбай бергендер. Алдыма келіңдер бері. Мына шүберек болған менен әйтеуір жаңағы Жамал Селқан деген алтынымның нағашысы бар осы жерде. Сәнтай деген. Кел алдыма. Қаяқта жүрсің? Мен біле бір өз алсайым. Жекелеп беріп жатыр, бізге бүйтпеген. Шынымен. Апа аямай беріңіз жақсы. Өйткені уақытында сізді тегін алды бұлар. Оны қайтарымыз керек. Ойымен бірдей апардым деп. Көрген жоқпыз, кішкентай ек қой. Ал киіп аяғыдағы берген. Осы беретін жеріңіз осы. Қолыңызда тұрған кез аямаңыз ау. Қолында тұрған жеріңізде берген. 2 қыз беріп 2 қызын алдық қой. Бұлар Өкен қайда. сіз кеп алдыңызда қайда қыздарымызды бәрін алды ғой басқара. Торға деп біреуін алып мен не алдым. Рахмет. Амана пакет әп кетсін. Ой, мені әкем деген қандай болды. Ал енді. Рахмет апа. Бұнда болса пайда. Абыздадан алған пайда. Анау Марал бері қарай келді. біз үйде келіңіз келейді бет, мен сен бармайсың, мен барам деді бәлке. Ол жара өзі төрі күндері біраз алғысы келді. Айналып шық. Дұрыс, бермеңіз, билеп шығады Марал. Мәдина деген қатын берген. Қыз беріп отыр. Қалай жақсы. Әдем болсын деп. Апа, ұмытып қалдың ба, айтайын ба? Шақырып отыр ғой, шақырып отыр. Билемей аққан отыра бер. Айша деген кемпір қайда? Айша ар жағында. Билейсің сен.
Bir aydan çık bile, kivandan. Buna kızarlar melek kimge? Cemal kapıya. Ey Muhammed Ali'nin zeytta. Sıraya kaşık. Құрметті ағайын, құдағилар, құдашалар дегендей. Мынау мінекей бүгін қайтадан жаңарып 2 жастың арқасында ұланға тойып отыр мінекей. Той құтты болсын. Мынай Құдайым оңласын, еш жамандық болмасын. Бақ қарасын, қыдырдарсын, дастарханға байлық берсін, денге саулық берсін. 2 жас өмірлі бақытты өнегер семья болсын. Қан ем жар болсын. Алла бергеннің берекесін берсін. Әр уақытта 2 жас бір-біріне серік болсын. Мынау 2 жаққа да бірдей ортақ ұл мен қыз болсын. Өсіп, өніп, өркендеп, үбірлі шүбірлі болсын. Аумин. Сантайға бет, сантайға Құдайым болмасын, еш жамандық болмасын. Дастарханға береке берсін, темірман балдар бақытты болсын, баянды болсын. Аумин, береке. Барлық кәделер бітті ағайындар. Құтты болсын енді. Енді рұқсат болса құрметті ағайын. Сырсыл дейм мейрамханада ағайындардың. Дастархан жүр, сойқа қарай жүрейік ағайындар. Ал той қаласа берсін, апалар аман болсын. Ауылға береке келсін ағайындар. Той құтты болсын. Енді сойқа қарай бірден жүрейік, уақытты қыз өткен ағайындар. Бізде дастархан жайайық, бізде осы кісілер секілді құда болып отырайық. Қазіргі таңда кафедегі жақсы болып қазақ елімізде любой жерге барып отыруға болады, дастархан жаюға болады. Сондықтан үйде отырмыз деп есептеңіздер. Талап тойға шыққандар құтты болсын. Дастархан жайып жатқан ағайындар келсе, сол кісілерді бір ауыз таныстырып өтейік, қайтып тұрса. Қалай болады? Бар ғой? Қазір келеді күйеулеріміз, артымыздан келеді. Ендеше асықпай беріп. Иә, шай тамақ ішіп отырайық. Құяш нәрсесі құя беріп. Шай, қыздар. Аға, өзіңіз таныстырыңыз. Бағана кешірім өтінем. Мен ағамда онша тілге жоқ. Істің адамы. Білесіздер ғой, ақаң. Сон бір ауыз өзімді айтып өтейінші деп келіп қам осы.
Мен мынау анам отырған шолпан ағайларымыз үлкен әжесі одан кейінгі отырған мынау үлкеннен бастайын жиен келеді. Біздің үйдің аты. Тоқберген деген жиеніміз. Тәке Тоқберген, көбімізді қойып. Менің емес, Қойбайдың жиені. Тоқберген деген атынан белгілі. Одан кейінгі отырған кісі Кәрекең. Мынау Құда. Ақтілек деген қарындасының ақылды үлкен қызының атасы. Одан кейін Құдағай Ақмарал деп атсаң. Кім бар? Енді әрі сөйлесін да? Мынау Асқар деген менің күйеу балам. Қарындасының күйеуі. Менен кейінгі. Бауырлар. Кім бар? Таныстарыңыз кім бар? 100 грамм деп жүргендер де бар ма? Олар. Аржан алды. Ана екісін таныстар. Сәулет деген менен кейінгі інім. Одан кейінгі інім мына Мақсат. Казатомпромда істейді. Ана жігіт Кислотовозда дейді. Кислотовоз. Мынау жеке. Казатомпром ғой енді бәрі. Қасында Анау менің жұбайым Әмина деген. Қол көтеріп қоямын. Мен төркінім. Сәулеттің жұбайы Әсем, келінім менің. Апам екеуміздің. Әлия, келінім менің. Менің ақаңым Гүлжанның ақы. Олар үйде. Қайтан келіп тұрмыз. бір шабалары қояйық, рахмет. Енді тоқтат болса осы үш көкемнен бастайықшы, бала. Бағана өзім таныстырым керек еді. Ортаға Шарсы алмайды. Негізі сөйлегеннен гөрі істің адам болған мың есе артық. Сондықтан құрметті құдалар, аға, көке, өздеріңізден бұл үшеуіңізде тілек болсын. Үш ақсақал бастасын тілекті. Ағайындар, барлық мұнға айтқан тілектің бәрі қабыл болсын. Базар түскен отауы құтты болсын. Шіп жеп отырыңыздар, Отау ішінде өсіп, өніп, өркендеп, қызығын біз көре берейік. Сәулет, менің жаға мақсат, ең басты құдам мақсат мен. Үйдің тұсынан өзімде келін сендерге жақын, алып отқан немеремде сендердің қыздарын. Бұрыннан да бағана шет жағасын айтып кеттім ғой енді. Құдай Алла сол жолын жалғастыра берсін. Мына рахмет, дастархан жайып мына жерден үлкен жерден көпшілік орын ғой. Міне осы көпшілікке айтылған тілек бәрі қабыл болсын. Үлкен жерде балдар бақытты болсын, аман есен өстіп ойнап тұрып салып жүре берсін балдар. Биік бай көке. Ал, құрметті ағайын мынау дастархан жайып құрмет көрсеткен рахмет. Әрине мынау өздеріңнің әкелеріңмен бірге жұмыс істедік. Ол енді біз енді жақсы танимыз, жақсы бірге жұмыс істедік. Жаңағы Мұқан айтпақшы өте жақсы кісі, жақсы тұрмайды, нұртасын дейді. Сондай-ақ әрине соның балдарысыңдар. Біз сендер жақсы көреміз. Жақсы көргеніміз сонша қарындастарымға дейін бардық қой. Енді мен ішінде мынау Сәулеттің өзім бір құдағы бұрыннан бір жақсы көрдім білмеймін. Қалай жақсы көрдім? Өзі Алла тағала құдағылай деп жүрді. Құдағыларың мұңыздық болсын. Әрдайым осы басымыз тойда кездессін, қуанышта кездессін. Отбасыларыңызда аманшылық, дастархан осылай тойға жайылсын. Үлкендеріңіз аман болсын, апам аман болсын. Қазыналарың осы апам. Амен, амен. Жақсы. Алыңыздар. Алыңыздар.
Енді сіздердің қолдарыңыз алдыру бізге Екі жақтан жабылып Алайда деген шығыш оқыңдар, сонда сендер несібелеріңізге үйдендір. Сондықтан несібесі көп болсын, бүгін бір демалыс той болсын ағай. Ән болсын, ән болсын. Ақыр бейін болсаңдар, ән айтайық, сіздер бейініңізді енді құрметті ақылдың бауырлар, қай жерде құдашалар отырды құданы көрейік, үлкендеріне жарып қойыңыз. Абыздар мен ағындардың құдалар 1000 жылдық болсын деген ниетпенен билейтін ән сіздер биге шығыңыздар, жиендері құдалар, кәні көрейік. Alkışlarını kendinde
керек па? Ал. Алада құрметті ағайын. Аға салат ана Ойда. Үйірған дәмден алып отырсаңыздар. Күшті жевадым. Сіреңімді әрі қарай жалғастырайын. Әптен өзі бұлай болып отырмыз. Рағатты қыздан көресің деген ғой. Иә. Бір күні бір көкем мен апамның 8 қызы болыпты. Осы қыз ұзатамыз деп отқанда бірінші қызын Алматыға алып қашып кеткен екен дейді. Бірінші тойды барып қайып үйіне келіп отыра берсе, екінші қызынан хабар келіпті, Атырауға алып қашып кетті дейді. Оған барып келген. Үфтеп келе берсе, үшінші қызын Шымкентке алып қашып кеткен артынша. Үш қызын қатарынан жіберген, қыз жіберу оңай емес. Шашаған соншалықты күйеуі мен әйелі екеуі 3 күн 3 түн ұйықтапты дейді. Сөйтіп азында ұйқыдан тұрып күйеуі әйеліне айтты, кемпір нешеу қалды деп. Сөйтсе 5-еу қалды деп айтады дейді. Сөйтсе жаңа күйеуі айтады, кемпір мен шашап кеттім, қалған көршілерге таратып берші. Ал енді ауларлас айдыла кеткен жоқ ағайындар. Қуанышымыз қуанышқа ұласа берсін, тойға болсын. Қазіргі кезде жастар бақытты ғой деймін да. Бұрын сіздерді алып қашат болып қала бердіңіздер ғой, апа? Қазір жастар алдын ала күйеу баласымен де танысатын заман болған ғой қазір. О кезде көлікте жоқ қой, тағы өліп қаздатып қой. Қыз семен бірге қашып жүр дейсің ғой. Жаяу қашады ғой. Алдыңа түсіп алды. Жаяу қашады ғой, арамыш табырышқа қарай. Айтайын деген бір күні қыз жігітін апарыпты үйіне. Папана таныс қой, балаша күйеу балаң деп. Үйде папасы қаталда болса керек, сен ба менің күйеу балам болайын деп жатқан, жүрші екеуміз бір еркекше сөйлесек деп. Күйеу баласы көз банк болып кеткен, сөйтіп атасы айтты, ер жігіттің басында 3 кемшілік болады деп. Ол бірінші арақ ішеді, екінші темекі шегеді, үшінші төбелес шығарады. Осының қайсысы бар сенде десе, күйеу баласы бұның біреуде жоқ деп. Мүмкін емес деп таң қалды. Сонда вашкүн кемшілігің жоқ па десек, бір кемшілігім бар деп күйеу баласы. Қандай десе өтірік айтамын ғой. Үшеуде бар екен. Қадірді құрметті ағайын, жастардың отбасының мақсаты кімнің дұрыс, кімнің бұрыс, кімнің әлсіз, кімнің күшті екенін дәлелдеу емес қой. Отбасының мақсаты екі жақтың бір-бірін бақытты болуға тырысу ағайын.